Баршаңызға қайырлы күн достар. Үйде кремнен қалған сливки болса, міндетті түрде осы кексті дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап ағарып көпіргенге дейін миксерлейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін біртіндеп қосып отырып жақсылап миксерлеп шығамыз. Жұмыртқалы массамыз әппақ болып көпіргеннен кейін үстіне сливкиді бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхителді қосып, осылай екі бөлікке бөліп миксердің көмегімен араластырамыз. Менің каналыма күн сайын шығып отыратын жаңа видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап миксерлеп болғаннан кейін жаңағы ұнымыздың екінші бөлігін салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Диаметрі 21 см болатын формада алдын ала қызған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіретін боламыз. Біздің кексіміз дайын, бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен қант ұнтағымен сәндедім. Міндетті түрде менің рецебіме жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансая.